Карго компаниялармен жұмыс жасаған кезде не маңызды? Бұл жерде біздер ориентир неге ұстаймыз? Срок доставкаға, сосын бағасына және жаңағы телеграм каналдарында қанша адам тіркелген, соған мән береміз. Әр каргода бағалар әртүрлі, $5 болуы мүмкін, $4 болуы мүмкін, $3,5 болуы мүмкін. Соған міндетті түрде мән береміз. Сосын кейбір карго компанияларда 25 мың, 30 мың адам тіркеліп алған. Ондайларға жүгінуге мен кеңес бермеймін. Өйткені клиенттері көп болған сайын заказдар да көп болады. Ондай карголар праздник кездері, заказ көп кездері көбінесе үлгермей жатады. Сондықтан 5 мың, 6 мың адамдары бар карго компанияларға заказ берген дұрыс деп сіздерге кеңес беріп жатырмын. Өйткені алда мейрамдар келе жатыр, өте көп адам жаңа жылға қарсы заказ бере бастайды. Сондықтан аз адамы бар каргомен алсаңыздар, заттарыңыз тезірек жетуі әбден мүмкін. Сосын кейбір моменттер бар, сіздер мен біздерге ешқандай байланысы жоқ, біз оған ешқандай жаңағы влиять ете алмаймыз. Ол жаңағы форс-мажорный обстоятельства, таможня деген бар, например, карантин, бір погодные условия, таможняда задержка, сондайлар болып қалған кезде біз ештеңе жасай алмаймыз. Просто каргомен связьда боламыз, қадағалап отырамыз, міндетті түрде постоянно сұрап тұрамыз, бірақ ондай заттар 2-3 айда бірақ келуі де әбден мүмкін. Сондықтан шыдамдылық танытып, кішкене күтеміз, достар. Сосын әр каргоның өзінің условиясы бар, қандай заттарды заказ беруге болмайды. Соны міндетті түрде алдын ала сұрап аламыз, немесе телеграм каналда жазылып тұрса, соны қарап аламыз. Көбісі карголар жаңағы сынатын, айна сияқты, легковоспламеняющий заттар, зажигалка сияқты, запрещенный заттарды, оружие деген сияқты, қару-жарақ деген сияқты заттарды карголар алып келмейді. Телефон, техника, планшет, ноутбук көп карголар алып келмейді. Оны алдын ала олардан сұрап алу керек болады. Условиялар қандай екен? Негізі ондай заттарды заказ бермеңіздер, достар. Тамақ заказ берудің де қажеті жоқ. Мен өзім көрген банан, свежий банан заказ берген адамдарда болған карго арқылы. Олар жолда сіздерге 10 күн жетем дегенше құртылып сасып кетеді. Айналар сынып қалуы мүмкін. Сондықтан ондай заттарды мүлдем заказ бермейміз, немесе алдын ала каргомен сөйлесіп, келісіп алыңыздар. Сосын егерде сіздер қандайда бір техника, мебель, ауыр зат, габаритный зат, сынатын зат заказ беретін болсаңыздар, алдын ала обрешетка жасатып аламыз. Обрешетка деген не? Заттың сыртында тұратын ағаштан жасалған үлкен қорап. Былайша айтқанда, негізі поставщиктің өзіне, жаңағы сатушының өзіне маған обрешетка жасап берші деп сұрауға болады. Мен даже сіздерге шаблон да берем. Бірақ жаңағы сайттар Қытай сайты болғандықтан, Қытайдың ішінде ғана доставка жасайтын болғандықтан көптеген сатушылар обрешетка жасамайды. Ол олардың негізі услугасына кірмейді. Сұрасаңыздар болады, жасап берсе жақсы, бірақ жасамауы да мүмкін, жасаса да нашар сападағы обрешетка жасайды. Сіздердің заттарыңыз сынып келу әбден мүмкін. Сондықтан каргоның өзінен сұрайсыздар, обрешетка жасайсыздар ма, қанша тұрады деп. Обрешетка жасау каргода ол ақылы. Кейбір карголарда $8, кейбір карголарда $15, сондықтан алдын ала сұрап аламыз. Сосын обрешетканың да салмағы бар. Ол ертең сіздерге келген кезде ол да есептелетін болады. 5-10 килограмм болуы мүмкін. Сондықтан оны алдын ала есептеп, затыңызға қосып, анализ жасап, стоит заказывать или нет, соның барлығын қарап, барып қана заказ беріңіздер. Егер сіздер обрешетка карго арқылы жасатқан болсаңыздар, бірақ сонда да жолда затыңыз сынып келген болса, бұл жерде уже сіздердің заттарыңызға карго жауапкершілік алады.
обрешетка жасаған олар сол обрешетканы платный қылып жасады, затыңыз сынып келді, значит полностью сіздің затыңыздың ақшасын карго компания қайтарып береді. Ал егер де жоқ деп, экономить етем деп, бір мебель, техника заказ беріп, обрешетка жасамай, сонда да на свой страх и риск заказ берген болсаңыздар, сынып келген болса, карго сіздердің заттарыңызға жауапкершілік алмайды. Сосын достар, егер товарды заказ беріп болғаннан кейін, ақшасын төлеп болғаннан кейін, сайттағы поставщик 3-4 күні өтіп, әлі затты жібермей жатса, оның барлығы мен сіздерге қай жерден көретінін, отслежканы Қытай ішінде қалай жасайтынын көрсетем. Егер де 3-4 күні жібермей жатса, поставщикке міндетті түрде жазыңыздар. Неге сені менің затымды жібермей жатырсың, қашан жібересің, зат в наличии бар ма, жоқ па деп сұрап аласыздар. Даже сайттың өзінде де зат тұрса, төлем жасалып жатса да, ол зат бар деген сөз емес. Кейбір кезде в наличии болмай қалуы мүмкін поставщикте. Ол просто продажадан алмаған, тура біздің Каспийдегі сияқты ғой. Сондықтан сұрап аласыздар. Егер ол сәл күте тұр десе, күтесіз па, күтпейсіз па, өзіңіз уже шешесіз, немесе сол моментте жолға шықпай жатып, полностью ақшаңызды қайтарып алу мүмкіндігі бар. Оның барлығы сіздерге қажет. Обязательно 3-4 күннен кейін сол жағын сұрап, нақтылап алыңыздар. Даже сіздердің заттарыңыз сатушыдан шықты дейік каргоға қарай. И осы моментте бір ортада сіздердің товарларыңыз тұрып қалуы мүмкін, карго складқа жетпей. Сол моментте де сіздер поставщикке жазасыздар. Саламатсыз ба, я иностранец, менің Қытайға доступым жоқ, курьерге мен хабарласа алмаймын, курьерден біліп берші менің затым қайда, неге жолда тұрып қалды, неге каргоға жетпеді деп сұрап аласыздар. Сол кезде сатушының өзі курьермен байланысқа шығып, сіздің затыңыз қай жерде келе жатқанын біліп, сіздерге хабарлайтын болады. Осы моментте де возврат жасауға болады. Сол үшін өздеріңіздің товарларыңыз өздеріңіз қарап, міндетті түрде отслежка жасап, мұқият боласыздар.